Сәлеметсіздер ме, қадірменді теледидар көрермендері? Армысыздар, ардақты ағайындар. Қазақ тілінде жүргізілетін дидар бағдарламамыз әдеттегідей эфирде. Біз өткен жолғы бағдарламамызда көптеген салалардың жұмыс үдеріс жайлы сыр шерткен болатынбыз, бірақ бұл жолғы эфирде өзіміздің кәсіби мерекеміз бұқаралық ақпарат құралдары күніне арнадық. Халқымыздың ынтымақ бірлігі, ары мен абыройы үшін сөз өмірдің ұлы қаруы деп қолдарына қалам ұстаған барша қаламгерлерімізді төл мерекесімен құттықтап, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Ендеше бізден алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біз Өзбекстан ұлттық телерадио компаниясындамыз. Мұнда көптеген студиялар бар. Солардың ішіндегі ең үлкен студия 3-ші студияға келіп тұрмыз. Жалпы әрбір бағдарлама эфирге кеткенге дейін кадр артында немесе кадрда 10-нан астам саланың мамандары аянбай жауапкершілікті мойнына алып еңбек етеді. Солардың арасында біздің қазақ бауырымыздың да бар екені біз үшін зор мақтаныш. Өзбекстан ұлттық телерадио компаниясының арнайы жарық беру тобының басшысы Жәнібек Тажиев біздің бауырымыз. Мереке құтты болсын, Шұқрадеге байрамы барак. Жалпы Жәнібек, бұл телерадио компаниясына жұмысқа келуге себеп не болды? Енді мен жұмысқа келуім бірінші себебі өзі жастығымнан техникаға жүдә қызығым күшті еді. Мектепті бітірдік. Мектепті бітіргеннен кейін Бектемір тұманында радио телевидение колледж ашылған. Соның ішінде телеоператор бар еді, монтаж бар еді. Енді мен техникаға қызығам ғой, электроэнергетикаға қызығам. Сол себеплі мақсус йортыш группасы бар еді, соған тапсырғам. Үйерде оқыдық, 1 жыл, 2 жыл оқыдық. 3-ші жылы практикаға келгем телевиденияға, Өзбекстан милли телерадио компаниясына практикаға келгем. Келгенде студияға кіргем. Сонда кіргем, енді бұл студияға кірмеген бірінші, бұл айызы 3-ші студия, айызы 1-ші студияға кіргем. Опетті Ташкент информацион көрсету бар еді. Сер кіргем, уже бітті кірсем, неме дейді? Мұна техникаларды көріп, іш көрмегем де енді. Осы сферада істемегеніміз, білмейміз. Телевидениенде 10-ші жерлерде кіргізе бермейді, рұқсат жоқ бияққа. Сол үшін сондай кіріп құрсан болғамда, мен осы яққа іске кірем деген. Эфирлердің сапалы, мазмұнды шығуына жарық қаншалықты рөл ойнайды? Көрсетудің сипатты и качественный шығуына светтің орны бөлек. Енді әрбітті көрсету бар берді. Мұнасабат сияси көрсету бар, балажаны көңілашар көрсетулер бар. Әрбітті светті оператор, режиссерлармен келісілген халатты қойлады берді. И телевизорда көріп отқан адам разнообразие дейді, өзгеше адамға жалып қылатын нәрселер светпен болады, көп нәрсе, соның үшін орны бөлек. Қымбатты көрермендер, 60-ға жуық маман аянбай еңбек етіп жатқан бұл бөлімде Шұқрадеге Асадуллаевта тәжірибелі мамандардың бірі. Шұқрадеге байрамы барай болсын. Bayram sizlarga ham muborak bo'lsin. 27-iyun ommaviy axborot vositalari kuni bilan hamma texnik xodimlarimiz, jurnalistlarimizdan samimiy chin qalbdan tabriklayman. Осы xizmat qilayotgan ijodkorlar, kadr orqasida ishlagan texnik, injener, mutaxassislarni qutlaqlayman. Искандер, мейрам құтты болсын. Рахмет, бірге болсын өзіңізге де. Искандер, мына телевидениеға жұмысқа келгеніңе қанша уақыт болды? Мен осы телевидениеға жұмысқа кіргеніме 7,5 жыл болды. Осы уақыт аралығында мен осы Өзбекстан 24 студиясында, Өзбекстан каналы Мұнасабат передачалары, Yoshlar, сол сияқты тарих каналдарындағы бағдарламаларға свет қойып, жұмыс істеп келе жатырмын. Үйде отырғанда, мысалы үшін телевидениеда, передачаларда, сериалдарда фамилия атым шыққан уақытта үйдегілер, ата-анамдар көріп қуанып қалады. Кейін мен де мақтанамын, осыншалықта телевидениеде жұмыс істеп жатқан. Әрине, телевидениеде жұмыс істеп, үйде отырып, жора жолдастарыңның ортасында құрмет ізетке лайықты жұмыс әрине. Осы сәттен пайдаланып, әріптестеріңе деген ізгі тілектерін білдірсең. Мен осы сәттен пайдаланып, осы барлық телевидение ішілері, яғни журналистер, операторлар, режиссерлар, өзім кастастарым, свет қойшыларды осы мейрамменен құттықтаймын. Олардың үйіне мол табыс береке алып келе берсін. Мейрам құтты болсын. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Дайындық күшті ғой. Съемкаға шығу үшін дайындық көріп жатқан құсайсыздар? Техникалар тексеріп, қазір съемкаға шыққанын дайындық Жақсы.
1 жыл болды істеп жатқаныма. Осы коллективде ағаларым бар, оларға Ұстаздарың, ағаларың, Иә, ұстаздарым, ағаларым, оларға үлкен рахмет. Түсінбеген жерімді түсіндіріп, көмектесіп, осы дәрежеге жеткелдік қой енді. 1 жылдың ішінде мен олар как үкә сияқты солай болып кеткенбіз. Аға іні демекші, бір-бірлеріңді қолдап, қуаттап, міне соның арқасында бүгінгі күнде көңіл күйің жақсы екенін көрініп тұрмын. Өз маманыңнан қуанышты екенін көрініп тұр. Мынау әріптестеріңе деген мерекелік тілегің? Барша осы коллегаларым, осы сферада істеген адамдарды осы мейраммен тәбриктеймін. Істеріне рываж. Білеміз, бұл сферада істеген адамдардың жұмыстары асан емес. Бір кадр қою үшін бірнеше адамның мехнат кетеді. Бірнеше адам осы іс бойынша ақылдасады. Соның үшін осы сәттен пайдаланып бәрін тәбриктеймін. Таңмен таласа түсірілімге кетіп жатқанымызда тәжірибелі, кем сөйлеп көп жұмыс жасайтын қырағы көзді Әлішер Қаратаевты білікті журналист Сауадат Орманова мен көңіл абат бағдарламасы үшін іс-сапарға кетіп жатқанын көріп, әріптестерімізден мерекелік құттықтау сұрадық. O'zbekiston telekanalida faoliyat olib borayotganimga 40 yildan oshgan bo'lsa, shu davr mobaynida hamisha biz bitta telekanalda bo'lganimiz uchun didarchilar bilan hamkorlikda, hamfikrlikda ishlaganmiz. Qolaversa, Didar menga ham begona emas, sababi Didar ko'rsatuvining tasvirchisi bo'lgan, doimiy ana shu ko'rsatuvni chiroyli chiqishida hissa qo'shib keladigan tasvirchi Alisher Qoratoyev bilan birgalikda ishlayman. Biz o'zbek, qozoq bir-birimizga qondosh, yaqin, do'stmiz va hamisha do'stona hamkorligimiz davom etib keladi. Bugun O'zbekistonimizdagi barcha sohalarda bo'lgani kabi, televideniyada ham shunaqa katta o'zgarishlar bo'lganki, bu faqat ijodkorlarni, tasvirchilarni, barcha matbuot xodimlarini qulayroq ishlashga, yaxshiroq ishlashga, sifatliroq ko'rsatuvlar berishga undab turadi. Fursatdan foydalanib, barcha hamkasblarimizni, tasvirchilarimiz, montajchilarimiz, hatto haydovchilarimiz va farroshlarimizgacha barchalarni bugungi bayram ayyomi bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Bu yerda yaxshi tilaklar bo'ldi. Barliq televideniya kasbgerlarini merakasi bilan qutlaqlayman. Merakalariniz bilan. Біз 35 жылдан бері Өзбекстандағы қазақтардың тыныс-тіршілігін, әлеуметтік және мәдени өмірін, сондай-ақ жеткен жетістіктерін үнқағаз арқылы халыққа паш етіп жүрген Нұрлы жол газетінің редакциясына арнайы келдік. Мұнда ардагер журналистер, ойы ұшқыр, қаламы қарымды, дарынды жастар ертелі кеш сіз оқырмандар үшін еңбек етуде. Мереке қарсаңында бұл жерге келіп, оларды құттықтап, олардың сіздерге деген жылы лебіздерін көгілдір экран арқылы жеткізуді жөн деп білдік. Қазіргі таңда мысалы Нұрлы жол газетінің үкімет тарапынан көп жеңілдіктер беріліп жатыр, жәрдем беріп жатыр. Мысалы техника алып беріліп жатыр. Нұрлы жолдың тиражының көбеюінде де өз үлесін қосып жатыр. Халық пен үкімет арасындағы алтын көпірді қалап жатқан әріптестеріміз, ұстаздарымыз, шәкірттерімізді бұқаралық ақпарат күнімен шын жүректен құттықтаймын. Оларға шығармашылық табыс, отбасына амандық тілеймін. Журналист халқы әрқашанда халықтың ой арманымен, мақсатымен жүретін халық. Өзінің ділгірлік мәселесі тұрса да, журналист әрқашан біреудің ділгірлігін арқалап, соның мәселесін шешетін адам деп есептеледі. Осы жұмыстан таймаңыздар, мәртебелеріңіз биік болсын, жұмыстарыңыз табысты болсын, қаламдарыңыз өткір, айтар сөздеріңіз өтімді, ойларыңыз ұшқыр болсын. Сіздерге шығармашылық табыс, мерекелеріңіз құтты болсын. Нұрлы жол редакциясының, Нұрлы жол газетінің тілшілері, сондай-ақ өңірлердегі арнаулы тілшілер дайындаған материалдар осы бөлмеге келіп түседі, осы жерде іріктеледі, қайта өңделеді, сондай-ақ беттеледі. Бұл бөлмеде жұмыс уақыты белгіленбеген, тәулік бойы, тіпті таңмен таласа, күннің шығуымен таласа жұмыс істейтін кездерің болады, Оқытбай, солай емес пе? Енді шындығында ол сондай саяси кезеңдер, саяси науқан болады, таңды таңға ұрып істейсің. Мысалы үшін сондай бір материалдар келеді, оны табан астында немесе сол түн жарымында қайта өңдеп, келген материалдарды жаңа қазақшаға өңдеп, соны беретін уақыттар да келеді. Ал енді оны мысалы үшін жұмыс процесі болғаннан кейін, жаңа айттық қой, таңға ұрасын деп. Жұмыс процесі болғаннан кейін
6-7'de таң атқанда бітіргенмен қайта және 8:30-9'da жұмысқа түсіп, кейінгі күн жұмысқа түсіп кете бересің. Жауапты міндетті атқара жүріп, үлкен жұмыс істей жүріп, сіздерге үлкен абыройға ие болып, мемлекеттік марапаттарға ие бола берулеріңізді тілеймін. Бұл Нұрлы жол газетіміз киелі шаңырақ. Осындай төл мерекемізде әрине дүниеден озған ұстаздарымызды еске алса орынды болар деп ойлаймын. Амангелді Сейдахметов, Ырысбай Анарбеков, Мекенбай Омаров, Нұрбибі Омарова деген біздің әріптестеріміз болды. Амангелді Сейдахметов ағамыздан өте биязы мінезбен мәдениеттіліктің өте жоғары үлгісін көрдік. Ырысбай ағамыз болса, жаңағы аузын ашса жүрегі көрінетін ақ көңіл адам еді, жастарға әйтеуір ақыл кеңесін беріп жүретін. Ал Мекенбай Омаров ағамыз ол өте керемет ақын, мәні мен мағынасы зор өлеңдерді де жазды. Нұрбибі әпкеміз енді өткір тіліменен, өткір өлеңдеріменен танымал болды. Қалдыбек Сейданов ағамыз өте бір пейілі кең, көңілі дархан ағамыз. Кеңге кең дүние, тарға тар дүние деп жүретін. Сол кең пейілді ағамыздың арқасында бір керемет жылдарды өткіздік қой шіркін. Одан кейінгі редактор Ахан Ташметов ағамыз болды. Ол кісі келген кезде біз ол кісіні үркеде қорқада қарсы алдық десем болады. Өйткені қатал сондай журналистиканы күшті білетін маман деп естетін біз. Сөйтсек ол кісі орынды талап ететін жаңағы тақырыпты көтеруге жол көрсететін үйретері бар. Өте бір керемет журналист екен. Ол кісіден жанды мақалаларды жазуды үйрендік. Ал енді бүкіл журналист қауымын, сізді де Анар апай, төл мерекеңізбен құттықтаймыз. Қазақ телевидениесінде орныңыз үлкен өте. Жастарымыз енді осы қазақ газетінің бетінде жарқыраған өздерінің өзекті тақырыптарды көтерген идеяларымен жарқырап көріне берсін дейміз. Шығармашылық жұмысты атқарып жатқан әріптестерімізді, әпшелерімізді, ағаларымызды, ұстаздарымызды бүгінгі кәсіби мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларына амандық, жұмыстарына сәттілік. Бүгінгі күндегі әрбір науқандағы жұмыстарды жарытып жатқан барлық журналистерді кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бейне таспаға түсіріп келген әрбір материалдарымызды видеоинженер жігіттеріміз монтаж жасайды. Міне сондай монтажер, видеоинженер жігітіміз Темірхан менің жанымда. Темірхан, қазір қарап отырсам, қолың қолға тимейді, көзің ар жақта, бірақ әріптерді қарамастан теріп отырсың, монтажды жасап жатсың. Сондай толық меңгергенің көрініп тұр да. Алғашқы келген кездеріңде қиындықтар болды ма? Қиындықтар болды. Енді барлық жұмыстың өзіне жараса қиыншылығы болады. Сол менде де болған. Басында қиыншылық алды. Барлық жұмыста қиыншылық болу керек өзі. Сосын үйреніп, сол жеңістікпен әрекет қылып, кейін жақсы болып кетеді бәрі. Ұстаздарыңа деген, әріптестеріңе деген өзіңнің игі тілектерің бар ма? Ұстаздарым барлығына рахмет айтамын. Бәрімізді өстіп қиыншылықтарда маған көмек берген барлығы үшін рахмет. Әрбір түсірілімнен кейін бейне таспаға алынған материалдар осы бөлмеге келіп, мынау арнайы компьютерге тасталынады. Бұл жерде әрдайымғыдай аға редактор Анар Налибаева, бас режиссер Фазлиддин Нажмидинов, инженер Елтай Жураев басшылығында әрбір материалдың бай, сапалы, сан түрлі болу үшін топ аянбай еңбек етеді. Осы жерде бағдарламаның соңғы нүктесі қойылып, сіз көрермендер үшін эфирге ұзатылады. Қазын әке, мен білгеніммен, сіз білгеніңізбен көп көрермендеріміз үшін бұл белгісіз. 20 минут эфирге кететін материалдың дайындалу үшін оның түсірілім барысы, монтаждау үдерісі, ұйымдастыру жағынан қанша уақыт алады? Бірінші режеләштіріледі. Режеләштіргеннен кейін съемка жарayoni necha soat ketishini bilib turib, 4 soat bo'lsa 4 soat, 1 kun bo'lsa 1 kun, masalan, Bo'stonliq tumaniga 1 kun kamlik qiladi. Keyin ko'rsatuvimizda ham Bo'stonlig'i To'qizko'l avulini to'g'risida ko'rsatuv tayyorlayapmiz. O'shanga ham 1 kun syomka ketdi. Hozir 1 kun montaj qilamiz. Xudo xolasa muzika bilan bezagini berib turib,
3-4 kunda tayyor qilib efirga beramiz. Didar perdasi montajini jarayonidamiz. Buni bir sifat olib, bir ko'rib chiqamiz. Odan so'ng muzikasini qo'yib, yana bir ko'rib, bezib, adem qilib efirga uzatamiz. Үдерістің ең қиыны жаңағы интервьюді жинақтап бір қалыпқа келтіру. Оның барлығы Елтайдың мойнындағы ең ауыр жұмыстардың бірі. Оның үшін камера келген өзін сөйлейтін адамның ой пікірін жинап алу керек. Біріншіден бір темпте сөз шығады өзінен. Қалған сөз айтып берсе, яна башқа немалар көп шықпайды да. Тазалауға оңай болады. Демек интервью беретін кісілер, біздің кейіпкерлеріміз алдағы уақыт осы мәселеге, осы жағына мән бересіздер. Hamma ijodkorlarni tabriklaymiz. Ijodiga baraka bersin. Mashaqqatli ishlarga omad. Осы орайда біздің ұжымға, жалпы Өзбекстандағы қазақ редакциясындағы қазақ журналистерге, оның кадрының артында еңбек етіп жатқан көптеген біздің режиссерларымызға, техникалық қызметкерлерге, Қазынака, әсіресе сізге мықты денсаулық, отбасыңызға амандық. Осы киелі Өзбекстандағы қара шаңырақтың, Өзбекстандағы қазақ шаңырақтарының, қазақ отбасыларының бақытты өмірін, жалпы олардың жеткен жетістіктерін эфирге, көгілдір экранға, халыққа паш етіп отырған сізге көп рахмет. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, тапқан табыстарыңызға мол береке тілейміз. Рахмет. Көрермендер, көріп куәсі болып тұрғаныңыздай, Өзбекстандағы қазақ журналистикасының өзіндік тарихы, жеткен жетістігі, сондай-ақ ұлы мақсаттары бар. Сол ұлы мақсаттарына жету үшін әрбір әріптестеріміздің алдағы шығармашылық жұмыстарына толағай табыстар тілеп, қаламдарыңыз ұштала берсін деген жақсы ниетпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше көріскенше күн жақсы. Мереке тағы бір рет құтты болсын. Болсақ та бұрын соң алыс, болайық жақыннан таныс, әуенге ырғалып бірге, ортада билейік вальс. Хор қызы секілді бейне, отырсың көңілді күйде, қолымды ұсынып саған, келіңіз шақырам биге. Иығымда қолдарың сенің, қолымда нәп-нәзік белің. Қанекей суретке сүрші, бақытты сәтімді менің. Саңқиды сенен, өзімді ұстадым әрең, ішімнен тіледім үнсіз, бітпесе екен деп әуен. Иығымда қолдарың сенің, қолымда нәп-нәзік белің. Қанекей суретке сүрші, бақытты сәтімді менің. Иығымда қолдарың сенің, қолымда нәп-нәзік белің. Қанекей суретке түсір, бақытты сәтімді менің. Болсақ та бұрын соң алыс, болайық жақыннан таныс, әуенге ырғалып бірге, ортада билейік вальс. Иығымда қолдарың сенің, қолымда нәп-нәзік белің. Қанекей суретке сүрші,
бақытты сәтімді менің қанекей суретке түсір бақытты сәтімді мен